Сәлем барша экран алдында көрермендер. Өздеріңізге Малайзия елінің астанасы Куала-Лумпур қаласынан жалынды сәлем жолдаймыз. 14 қаңтар, бүгін бізде қатты жаңбыр жауып тұр. Қарасаңыздар, жаңбыр деген шелектеп төгіп тұр ғой, мінекей. Өзі негізі Малайзияда жаңбыр жауатын, жаумайтынын білмей қаласыз. Күн шайдай ашық болып тұрады да, бір-екі тамшы тамады. Сіз жаңбырдан тасаланып үлгіргенше осылай шелектеп құйып кететіні бар. Егер үйде мынандай қар жауып жаңбыр жауған күндер болса, соғымның етінен қазанға салып қойып отырып қалатын едік. Достар, сол баяғыда мен осы Малайзияға деп келгенде Ақжол дейтін досымыз бар еді. Сол айтады, осы қазақтардың саны көбейсе болатын еді оқуға келіп. Содан қыста бір жылқыны соғымға сойып алсақ, қазы қартасын аударып қойып, осындай күндерде қазанға сап былқытып қойсақ қандай жақсы еді деп. Сол досым білмей айтпаған сияқты ғой. Достар, осы Малайзия еліне келіңіздер. Сіздерді оқуға шақырамыз. Достар, сіздермен осы жаңбырлы күнімізді бөлісіп қояйық деп жатырмыз. Жаңбыр жауса, жер ырысы жақсы туса, ел ырысы демей ма? Жерімізде ырысты болсын, елімізде ырысты болсын. Әрдайым аман болыңыздар.